Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге мат легалия ловушкасын қалай қоямыз, сол туралы көрсеткім келіп отыр. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші ақтармен E2, E4, E2, E4 жүреміз. Олар бізге E7, E5 жүреді. Осы жерде атты шығарамыз шабуыл бойынша. Олар енді қорғау керек, сол кезде D6 пешкісімен қорғайды. Одан кейін слонды шығарамыз. Олар слон G4-ке қояды. Осы жерде коньді шығарамыз, олар коньді шығарады. Негізі енді орындарын ауыстырып та жүруге болады, схемасы негізгі осындай. Енді қараңыздар. Осы жерде негізі мат легалия тактикасы бойынша конь E5-ке жүреді. Мына жерде көріп отырсыздар, ферзге жол ашамыз. Ферзді береміз мына жерде, ферзді жейді. Енді осы жерде шах береміз. Король қашады, бірақ жүрісі бар, жей алмайды, ат қорғап тұр. Атпен осы жерден кіреміз да, шах и мат. Міне осындай екі атпен керемет мат легалия ловушкасы тәсілі осылай қолданылады. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Мен сіздерге енді толығырақ көрсетейін. Осы жерде жеген кезде егер пешкімен жейтін болса, онда біз мына жерден жай ғана қайтарып аламыз да, біз бұл жерде бір пеш күтіп алып, керемет позицияға ие боламыз. Енді бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін. Ағайыннан жеген кезде олар негізі дұрыс бойынша, заң бойынша, негізі қорғаныс бойынша қаралармен атпен жеу керек. Жай ғана болды, бұл жерде сіз ұтыласыз. Жай ғана біз фигурамызды бердік, олар қорғалып тұр. Тағы да бір фигурамыз, бір фигурасы қалдық, оның үстіне позициямыз өте нашар. Міне, сондықтан мат легалияны ойнай алмайтын, түсінбейтін балалар болатын болса, или шахматты дұрыс ойнай алмайтын деңгейдегі адамдар болатын болса, қоюға болады. Бұл жерде енді мен сіздерге соған нақтырақ сол тәсілге түспеу үшін қалай ойнау керек екенін көрсетейін. Сондықтан асықпаңыздар, мат легалия сразу ойнауға фигурасыз қаласыздар. H3 ойнап тексеріп көріңіздер. Көп жағдайда егер жейтін болса мына жерде онда преимущество двух слонов дейді, позицияны жаман емес, матқа шабуыл, екі слон преимущество бар, шахматтың ережесі бойынша бұл жерде ақтарда үлкен перевес болып саналады. Үлкен жақсы позиция. Неге? Өйткені екі слон әлде қайда атпен слоннан қарағанда күшті. Развитиямыз жақсы, сол себептен егер жеп жатса жақсы. Бұл жерде бірақ енді олар слонмен қашады. Осы жерде міне осылай бірінші ойнап алыңыздар. H3 ойнап алыңыздар. Связканы көп ойыншылар осылай сақтайды. Осы жерде былай берсеңіздер керемет өтеді. Енді мынаны жесе баяғыдағыдай мат легалия тәсілін қоямыз. Көрдіңіздер. Сондықтан бұл жерде бұлар енді немен жеу мүмкін? Пешкімен жесе біз баяғы бір пешкіні ұтып аламыз. Позициямыз керемет. Ал атпен жесе енді қараңыздар, біз қайтарамыз фигураны, олар бізден фигура жейді. Енді қарап отырсаңыздар, біз бұл жерде ұтылып тұр, санасаңыздар, бізде 2 жеңіл фигура, оларда 3. Бірақ біз 4 ұпай жедік, олар бізден қарап отырсаңыздар, қанша ұпай жеді? 6 ұпай жеді. Бірақ біз осы жерде ойлансаңыздар, қандай керемет паузаға басып ойланып көріңіздер, осы жерде керемет тактика бар. Бұл жерде двойной удар тәсілі бар. Қос соққы шах арқылы, ферзбен жабама, бізге пешкімен жабама, бәрібір немен жапса да фигурамызды қайтарып аламыз. Міне, осы жағдайда мат легалия нақтырақ өтеді. Соны ұмытпаңыздар. Көрдіңіздер, бірінші осы жерде H3 ойнап алыңыздар. Сонда нан жегеннен кейін сіздер ұтылмайсыздар. Қалай ойнаса да бір пешкі ұтып аламыз. Егер фигура атам деген жағдайда жаңағы мен көрсеткен тәсілмен қайтарып аламыз. Ал пешкімен жесе, бұл жерде не істейді енді оларға? Мынаны шабуыл жасап тұр. Егер бұлай қорғайтын болса, онда бәрібір сол мат легалия тәсілін етсе, шах, қашады и мат легалия. Көрдіңіздер. Енді оны қалай ойнау мүмкін мына жерде? Енді слонмен кетсе, біз жай ғана бұл жерде бір пеш күтіп алдық. Мына жерде даже керемет комбинация жасауға да болады, ферзді беріп осылайны. И сол баяғы мат легалия тәсілін қойсаңыздар болады. Негізгі формуласын түсініп алсаңыздар, сіздерге оңай болады. Лайк басып, жүректі басып, бізбен бірге болуды ұмытпаңыздар.